Достар, сәлем. Біз бүгін алғашқы Турция еліне саяхатымызды бастаймыз. Шымкент Анталия бағытында самолетке міндік. Сөйтіп Анталия қаласына аман-есен қондық. Ол Турциядағы ең үлкен аэропорттардың бірі. Welcome to Antalya жазуын оқып бір қуандық. Бізді Анталияда гид күтіп алды. Қырғыздың қызы екен, Азияма деген. Біздің турға жалпы отельге дейінгі трансфер кіреді. Автобусқа жайғасып отырдық. Сонымен Анталия Алания бағытында жолға шықтық. Жолда әртүрлі елді мекендерді көрдік. Банан теплицалары, апельсин складтары. Жолда және арнайы базарға тоқтаймыз деп айтты. Ол жерде ақшамызды ауыстыруға болады екен. Және керек заттарымызды алсақ болады екен. Ең басты сим-карта сатып алуға болады, бірақ сим-карта түрік елінде өте қымбат екен. Осылай баламыз алғаш рет түріктің әлемге әйгілі дондырма балмұздағын жеп көрді. Өте қызықты шоу болатын осылай. Сонымен біз отельге жеттік. Vay, ey maşallah. Süper. Қалайсыңдар сөйле abi. Halaysınдар. Thank you. Kazakistan. I love you, Kazakistan. Kardeş Kazakistan. Süyen Kazakistan. Осындай керемет көңіл күйде отельге жеттік. Отеліміздің аумағы осындай. Бұл автотұрағы. Және мынау отельдің бас кіреберісі. Отельдің бас ғимараты. Қазір барып сіздерге отельдің аумағын көрсетеміз. Және номерге рум-тур жазаймыз. Отельдің жалпы аумағы 90 мың шаршы метр. Осы жерде қонақтар демалып отырады. Отельге келген уақытта немесе қайтар уақытта да осы жерде күтсе болады екен автобустарын. Мынау холл, ресепшнге апаратын жол осы. Мына жерде ресепшн, мұнда егер сіз қаласаңыз, арендаға машина алып жүре аласыз. Машинаның арендасының бағасы осындай еврода. 55 евро, 60 евро, 100 евродан бар, 200 евроға дейін бар. Ал мына жерде түрлі тур операторлар отырады. Және егер басқа да сұрақтарыңыз болса, осы жерден сұрап біле аласыздар. Мына жерде отырып, шай ішіп, кофе ішуге өте ыңғайлы жер. Өте салқын. Мына бір жерде кішкентай ғана дүкен бар. Оның ішінде бірақ бүкіл сізге керек заттарды сатады. Осы магазинде кішкентай ғана маркет. Ал мұнда кондитерлік кафе бар. Ішінде түріктің түрлі тәттілері, пирожные, торттар. Өте көп жалпы ассортимент. Чай, кофе, түрік кофесі бар. Түрік кофесін бірақ маған ұнамады. Өте ащы екен, бірақ оның өзінің фанаттары бар шығар. Жалпы осы кафе. Келесі бұл ресторан, барбекю ресторан, немесе түрік ресторан деп атайды екен. Турецкий ресторан. Біз аля-карт осы ресторанға алдық. Бір күн тегін тамақтануға болады. Тамақтары өте керемет. Оның кейін сіздерге тағы да келесі видеода көрсетеміз. Қалай өткенін ол аля-карт кешінің. Қазір күндіз мұнда адам жоқ, ал кешке мына жерде бос орын табу мүмкін емес. Мына роз бар, бұл жерге жаңа алкоголь ішетін кісілер келеді, бірақ бізге ол қызық болмады. Келесі астыңғы қабатқа түсеміз. Ол жерде ең бірінші бізге керекті жер, ол әрине бас ресторан. Ол жерде all inclusive бойынша біз азынан түнге дейін тамақтанып жүрдік. Әрине бәрі тегін. Тур ішіне кіреді оның бәрі. All inclusive болғаннан кейін. Ол туралы сізге келесі видеода толық түсіріп көрсетем. Каналымызға кіріп қараңыздар. Ал мына жер бізге тағы да ұнаған өте сонда керемет жер. Бұл хамам және спа центр. Бұл жерде біз массаж қызметін қолдандық. Спа және хамам бұл жерде негізі тегін жүреді. Ал массаж ақылы. Массаждың бағалары осындай. Бірақ саудаласып арзандау келісуге болады. Сол үшін ұялмай саудаласыңыздар. Түрлі осындай пакеттері бар.
Және осы жерден пляж бен бассейнге баратын сүлгіні ала аласыздар. Арнайы карточка береді, сол карточканы ауыстырып алуға болады. Ары қарай біз қазір отельдің территориясын көреміз сіздермен бірге. Отельдің территориясы өте әдемі, жап-жасыл, пальмалар, ағаштар, түрлі гүлдер, газон. Мынау жаңағы подогреваемый бассейн, яғни жылытылатын бассейн. Бұл жерде адам аздау, күн ыстық себебі. Бірақ бұл жерде бір жақсы жері көлеңке бар. Осындай пальмалар, жалпы Түркия жерінде пальмалары өспеген. Бұлардың бәрін Мысыр елінен алып келген кезінде ауа райы қолайлы болған соң бұлар осында жақсы өсіп тұр. Мына жерде бассейн жанындағы бар. Мұнда тегін сусындар беріледі. Алкоголь және алкогольсіз сусындар, кола, фанта, спрайт, соктар және түрлі коктейльдар. Ал мұнда жаңағы үлкен бассейн. Бізге ең ұнаған бассейн осы. Суы өте тап-таза. Тағы айта кететін мәселе, бұл жерде анимация өте керемет. Түрлі ойындар, билер, конкурстар жүреді. Қазір бірақ демалыс аниматорларға обедтің кезі. Демалыс орындары өте көп. Бірақ отельде қонақтар саны өте көп болғасын, тіпті осы көп демалыс орындардың өзі жетпей қалып жатады. Сол үшін ертерек келіп, өзіңізге орын алып қойылған дұрыс. Мүлде орын таппасаңыз, мынандай сары ілжақтар көп. Соларды алдырып, өзіңізге қойсаңыз болады. Мынау аквапарк бассейн. Бұл да біздің бала-шағаның өте жақсы көретін демалыс орны болды. Бассейн қатты терең емес, балдарға ыңғайлы. Мұнда да суы өте таза. Ал мынау жаңағы бунгало деп аталатын ғимараттар. Мысалы үшін басқа жерлерде бұларды еще вилла деп атайды. Мұнда бунгало дейді. Әр ғимараттың өзінің атауы бар. Мысалы гүлдермен ұштасып қойдырған. Орхидея, тюльпан деген сияқты, фиалка. Мысалы біз тұрған бунгало аты тюльпан. Мұны біз осы ғимаратта тұрдық. 4-ші қабатта. Және көрініс теңізге өте керемет. Мына басты ғимарат. Бұл ғимараттың үстінде де әрине номерлер бар. Ол жерден теңізге деген көрініс мүлде керемет. Осындай күнде отель алмаған кісілер суарып, шөбін орып қарап тұрады. Мұнда кішкентай ғана базар бар. Ішінде киімдер, купальник, тапочка алуға болады. Италиялық ресторан Венеция деген. Бұл жерде пиццалар, италиялық пасталар, спагетти тапсырыс беруге болады. Бірақ бізге ұнамады ол ресторан. Мынау жаңағы бас ғимаратқа басқа ракурстан көрініс. Өте әдемі ғимарат. Астындағы бұл басты ресторан. Мұнда орналасқан бұл күнде кешке шоулар болатын. Амфитеатр. Шоулар өте қызық және әр түрлі күнде. Бірақ мына жердегі кешке орындар өте аз. Өте үлкен кемшілік. Сол үшін амал жоқ, ана жерге сары ілжақтарды әкеліп, құрастырып отыруға тура келеді. Ол әрине өте ыңғайсыз. Сол үшін бұл отельге осы бір сын бар. Осы жерге арындар орнын көбейтсе жақсы болар еді. Біз қазір ары қарай пляж алмаған көлге барамыз.
Мына осы жолмен пляжға барамыз. Мына жерде шешіну бөлмесі, киіну бөлмесі. Мына жерде қауіпсіздік ережелері жазылған. Және пляж аумағында күндіз үнемі құтқарушы жұмыс істейді. Ол жағынан ешқандай қорықпайсыз. Так, мына жерде демалыс орындары, зонттардың орнына осындай керемет қамыстан жасалған зонттар. Бір Багама немесе Мальдив аралдарында жүргендей боласыз. Пляждың жерінде көбіне галька, тас және құм аралас. Және галькасы қатты ірі емес, өте майда тастар. Пляждың өзіне теңізге кірген кезде кішкене ғана құм бар. Сол үшін қорықпай теңізге түсуге болады. Күн ыстық уақытта әрине бұл жер өте ыстық болады, тастар мен құмдар. Және бір бізге ұнағаны бала-шаға үшін ыңғайлы істелген. Анандай жерде арнайы түсетін темір труба қойылған. Соны ұстап теңізге қорықпай түсуге болады. Қанша қатты толқындар болса да қорықпайсыздар. Анау тұрған трубалар. Жалпы пляж аумағы өте үлкен. Мысалы үшін осы жерден бастап анау жасыл жолаққа дейін осы отельдің пляжы. Және мына бетінде де сондай аумақ бар. Мынау пирста өте сапалы жасалған. 2019 жылы толық жаңартылған. Мұнда да демалушылар саны өте көп. Себебі өте әдемі көріністер ашылады теңізге қарай. Кешкісін мұнда тіптен керемет. Мына жарық шамдардың бәрі қосылған кезде. Және пирстан да түсуге болады теңізге. Арнайы баспалдақ қойылған. Қазір көресіздер. Теңіздің түсі де керемет. Суы тап-таза. Бірақ менің өзімнің жеке ойым, Қызыл теңіздің суы әлде қайда мөлдір. Бұл теңізге қарағанда біздің Мысыр еліне саяхатымызды көрсеңіз болады каналымыздан. Сол жерде бәрі көрінеді. Ал мынау жаңағы пирс арқылы түсетін баспалдақ теңізге. Әрине бұл жерде су терең. Егер жүзе алмасаңыз өте абайлау керек. Ал егер сіз өте оңай жүзе алатын адам болсаңыз, тіптен керемет. Осы жерден пирстан тікелей секіріп теңізге суда жүзе аласыз. Міне осылай, осы кісілер сияқты. Қандай керемет, жүзе алған. Анда яхта тур жүріп жатыр. Басқа да қызметтер бар. Катермен қыдыру, водный мотоциклдар бар. Және ары бетте арнайы арал бар. Черепаший остров деген. Оған да барсаңыз болады. Мұнда жігіттер отжимания жасап жарысып жатыр. Бірақ мына күннің ыстығында не азап. Демалуға келгесін демалу керек қой. Ары қарай сіздерді отель аумағымен таныстырамын. Мынау теңіз жанындағы бар. Мұнда да сусындар тегін беріледі. Жалпы қонақ саны өте көп отельде. Қазір нағыз сезонның қайнаған кезі. Тіпті шай ішуге болады. Шай ішем десеңіз 35 градус ыстықта. Мына жерде снек бар. Бұл жерде таңғы ас пен обедтің арасында тамақ жеп кетуге болады. Гамбургерлар, чебуреки, картошка фри, түрік самсалары өте дәмді. Мына жерде көзілеме болған, бірақ қазір бітіп қалған сияқты.
Ол да өте дәмді. Ал келесі будкада түріктің әйгілі дондырма балмұздағы беріледі. Бұл да тегін, түрлі дәмдері бар. Және өзіме тағы ұнаған бір керемет жер, осы бір кішкентай ғана кафе бар. Бұл жерге қонақтар түнгі сағат 11-ден кейін келеді. Себебі бұл жерде сол уақытта немесе жаңағыдай дискотека немесе бір керемет живая музыка ойнайды. Бізге сол живая музыкасы өте ұнады. Осында отырып кешке жақын жанұямызбен демалған бізге өте жақсы естелік қалдырды. Ал мынау жаңағы бассейн. Үлкен бассейннің басқа ракурстан көрінісі. Үстел теннистер бар, ойнасаңыз, бірақ бұны ешкім ойнаған жоқ. Біз байқағанымыз себебі бұдан басқа да қызықтар жетеді. Ал біз қазір сіздерге мини-клуб көрсетеміз. Ол жаңағы сіз бала-шағаңмен келсеңіз, бала-шағаңызды азанғы сағат 11-ден кешкі сағат 4-ке дейін сол жерге тапсырып қоюға болады. Ол жерде өздері қызықты конкурстар, ойындар түрлі ойнайды. Өте ыңғайлы ата-ана үшін. Осындай балалар алаңшалары өте көп отель бойынша. Мини-клуб осы жерде, осы ғимараттың ішінде бала-шағаңызды қалдыруға болады. Өте жауапкершілігі мол аниматорлар жұмыс істейді екен. Және соның қасында осындай детский бассейн бар. Бассейн тереңдігі 40 сантиметр. Өте ыңғайлы кішкентай балдар үшін. Және көлеңке ең бастысы. Отельде спорт алаңдар өте көп. Мысалы, мынау үлкен теннис алаңы. Бірақ мұнда ешкім теннис ойнағанын біз байқамадық. Күн ыстығында ойнауға да онша желание болмаған шығар. Келесі ол баскетбол алаңы. Ол жерде де біз баскетболистер байқамадық. Бірақ есесіне ең көп адам көп байқаған жеріміз ол осы волейбол алаңшасы. Пляжный волейбол ойнайды. Әрине күндіз емес, кешке жақын, күн шамалы батқан кезде жарықтар қосылып. Ал мына жерде мини-зоопарк орналасқан. Оның ішінде құстар, қояндар, түрлі басқа да жануарлар бар. Әрине бұның ішінде арыстан, тигр, жираф жоқ. Себебі бұл мини-зоопарк. Және байқағанымыз осы жердің тауықтарының жұмыртқасын отельде қолданады. Өте ыңғайлы әрине. Қазір жабық екен. Егер ашылса, сіздерге түсіріп көрсетеміз. Мынау бағанағы волейбол алаңы. Пляжный волейбол ойнайтын жер. Ал мұнда дайвинг центр орналасқан. Яғни теңіз түбіне сүңгуге көмек беретін центр. Арнайы киімдерін де береді. Тек ақысын төлесеңіз болды. Әрине сіз барлықтарыңызға кеңес берем. Өміріңізде бір рет дайвинг жасауға міндеттісіз деп айтуға болады. Себебі теңіздің түбіндегі сұлулық өте керемет. Мен дайвинг алғаш рет Мысыр елінде жасаған болатынмын. Және маған өте қатты ұнады. Осындай алаңша, осындай жерорта теңізі, осындай жағажай, керемет. Қазір тал түсте өте күн ыстық, сол үшін адамдар аз. Қазір сағат 4-5-тен бастап мұнда адамдар көбейеді. Міне зоопаркты ашты. Енді көрсеңіздер болады. Осындай түйеқұстар бар. Тауықтар бар. Тауықтың түрлі-түрлісі бар. Осындай бір құстар бар. Міне барлықтарыңыз білетін. Ал мұнда қояндар осындай. Керемет көжектер. Ақ қоян, қара қоян, сұры қоян, сары қоян.
Міне жаңағы құсымыз өзінің әдемілігін көрсетті. Қандай керемет сұлулық. Өте керемет. Отельдің керемет ғимараттарымен, жасыл осындай желіктермен, керемет территориясымен тағы бір көз жүгіртіп көрейік. Бізге отель өте ұнады, достар. Әсіресе бала шағаңызбен, отбасыңызбен келіп демалуға кеңес береміз. Достар, егер видео ұнаса, каналымызға жазылып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар, лайк басып, коммент қалдырыңыздар.